Әрқашан құйрығын болғанын қалар ма едің? Құйрығын болса мектепке тербеліп барып, бәліш пісіруді тиімдірек істеп, қолың бос кезде қол шатыр ұстай алар едің. Қызығы сол, сенде құйрық бір кездері расында болған. Ол кезде сен эмбрион едің. Эмбрион бұл туғанға немесе жұмыртқадан шыққанға дейінгі дамудың ең ерте кезеңдердегі ағза. Адам эмбрионының дамуының алғашқы кезеңінде оның құйрыққа ұқсайтын құрылымы болады. Уақыт өте келе эмбрион өсіп, бұл құйрық құрылымын құрайтын жасушалар өзгеріп, омыртқаның төменгі бөлігіндегі құйрық сүйегіне айналады. Эмбрион 8 аптаға толғанда бұл құйрық көзге көрінбейді. Адамдар эмбрион кезінде құйрығы болатын жалғыз түр емес. Бұл ерекшелік бізге басқа көптеген омыртқалы жануарлардың эмбриондарымен ортақ. Омыртқалылар бұл омыртқасы бар жануарлар, мысалы маймылдар, тышқандар, тасбақалар және тауықтар. Ғалымдар эмбриондардағы құйрық сияқты ұқсас белгілерді гомологтық ерекшеліктер деп атайды. Гомологтық ерекшеліктер екі түрлі түрдің ұқсас құрылымдық анатомиялық белгілері. Олар сол түрлердің ортақ ата тектен тарағанын көрсетеді. Мұндай гомологтық ерекшеліктерді анықтау ғалымдарға әртүрлі түрлердің бір-бірімен қалай туыстас екенін және олардың қалайша эволюцияланғанын түсінуге көмектеседі. Эмбриондарды зерттеу ғалымдарға жануарлардың арасында ұқсастықтарды табуға пайдалы әдіс. Бұл ұқсастықтар жануарлар туғаннан кейін және есейгенде көрінбеуі мүмкін. Жалпы туыстық жақындағы жоғары түрлердің эмбриондары дамудың ерте кезеңдерінде көбірек гомологтық ерекшеліктерге ие болады. Өйткені бұл кезеңде олардың анатомиясы әлі арнайы қызметтерге бейімделіп үлгермеген. Эмбрион дамуының әртүрлі сатыларында көп өзгеріс болады. Құрылымдар кейде пайда болып, кейін жоғалып кетеді. Мысалы, дамудың басында піл эмбрионының мойнында жұтқыншақ доғалары немесе желбезек доғалары деп аталатын құрылымдар болады. Уақыт өте келе бұл доғалар өзгеріп, пілдің құлағы мен жақ құрылымдарын түзеді. Бұндай жұтқыншақ доғалары барлық омыртқалы жануарлардың эмбриондарында болады. Балықтарда бұл доғалар желбезекке айналады. Адамдар мен басқа сүтқоректілерде құлақ пен жаққа. Яғни бұл да гомологтық ерекшелік. Бірақ оны тек эмбрион дамуының бастапқы кезеңінде ғана көруге болады. Бұл ғалымдарға барлық омыртқалы жануарлардың ортақ ата тектен шыққанын дәлелдейтін тағы бір айғақ. Қысқасы, әртүрлі жануарлар арасындағы туыстық қатынастарды түсіну үшін ғалымдар эмбриондарды зерттейді. Туыстық жағынан алысырақ түрлерде гомологтық белгілер аз болады, ал жақын туыстас түрлерде гомологтық белгілер көбірек кездеседі. Әрі эмбрион кезінде де туғаннан кейін де көрініс табады. Сенде қазір құйрық жоқ болса да, эмбриондардағы гомологтық ерекшеліктерді зерттеу арқылы ғалымдар адамдардың көптеген құйрықты тіршілік иелерімен эволюция арқылы туыстас екенін білдіреді.